Атағы жер жарған экспо көрмесі 2017 жылы қай елде өтуі мүмкін? Әзірге Астана мен Брюссель арасында таразы басы тең тартып тұр. Алдағы бейсенбіде Парижде халықаралық көрмеге қатысушы мемлекеттер дауыс беру арқылы өз таңдауын жасайды. Көбірек дауыс жинаған ел 2017 жылы күллі әлем көз тігетін айтулы көрмені өзінің жерінде өткізбек. Жауапты таңдау қарсаңында біздің президент Францияға ресми сапармен бармақ. Жайнагүл Төлеміс хабарлайды Парижден. Париждің ең үлкен алаңы Елесейдің енді көшелердің бірінде бүгінде үлкен жәрмеңке жайылды. Қазға тігілген шатырлар мерекелік безендіру Рождествоның жақындап қалғанын аңғартады. Бірақ француздар биыл мерекелік шығыннан тартынып отыр. Париждіктер шетінен үнемшіл болып алған. Француздың қыздары сан қой келеді. Мен де дүкенге жиі барып, киімдерімді маусым сайын жанартып отырғанды ұнатам. Бірақ қазір еркелейтін кез емес. Елдің шамасын байқадым қайдам, дүкендерде жаппай жеңілдіктер болып жатыр. Дағдарыс еуропалықтарды әбден әк кетті. Кейбір француздар ұялы байланыс операторына аз төлеу үшін түрлі қулыққа барады. Үнемдеудің қалай болатынын маған немерем үйретті. Ол жүгірмек ұялы байланыс операторына хабарласып, басқа оператор қызметіне ауысам деп қорқытып, тарифті төмендетіп алады. Париж халқы қалтасына қарай көсілгелі, сатушылардың да мазасы қашты. Саудагерлер клиенттерді көбірек тарту үшін жеңілдіктің түр-түрін ойлап табуға мәжбүр, тіпті тегін купон таратады. Тұтынушылар қазір үйінде отырып ғаламтор арқылы керегін сатып ала береді. Ал дүкен сөрелеріндегі көздің жауын алатын дүниелер әзірге самсап өтпей тұр. Мұнда шатыр тіккеніме 4 күн болды, бірақ сауда жүрмей қойды. Мүмкін жәрмеңке енді ғана ашылғаннан болар. Рождество жақындаған сайын сауда қыза түседі деп үміттенем. Еуропадағы ең мырза қауым туристер. Арман қалаға алыстан ат артып жетеді. Жеткен соң көңіл қалауын орындайды. Қалаған дүниесін саудалайды. Жапон елінен келген мұнажы бір-біріне Эйфель мұнарасының жанында неке қиямыз деп серт берген. Шағын тойын осында жасады. Ал Бразилиядан келген тағы бір жұп осы маңда неке сақинасын салды. Париж әлемдегі ең әдемі қалалардың бірі ғана емес. Мұнара маңы нағыз романтикаға толы тылсым жер. Мұнда махаббат мәңгілік болады деген сенім бар ғой. Содан болар неке жүзігін қалыңдығыма осы жерде сыйға тарттым. Алып шаһарға жылына 30 миллион адам саяхаттайды. Ауқатты елдерден келген туристер, жапондар, ағылшындар Парижде жыл сайын 100 миллион еуроға сауда жасайды. Әлемдік туризмнің бас қаласы Астанаға өз жолын беруге әзір. Қазақтың елордасы енді 5 жылдан кейін экспо көрмесін өткізуге үміткер екі шаһардың бірі. Париждегі халықаралық көрмелер бюросы Астана мен Брюссельдің арасында таңдау жасайды. Көрмеге қатысатын әр елдің дауысы есепке алынады. Осы шара қарсаңында Парижге мемлекет басшысы да келмек. Халықаралық көрменің тарихы Елесей алаңынан бастау алады. 1989 жылы француздар әйгілі Эйфель мұнарасын көрменің қақ ортасына тұрғызып, айдаспанға бірақ қаратты. Содан бері әлемнің әйгілі астаналары ғана осы халықаралық көрмені өткізуге бәс тігеді. Астана биыл осы санатта. Сарапшылардың пікіріне қарағанда қарашаның 22-сі күні өтетін дауыс беру кезінде Астананың мерейі үстем болуы әбден мүмкін. Сөйтіп, қазақ қақ төрінде төрткүл әлеммен өкілдерді жинауы мүмкін. Ендеше Парижден хабар күтіңіздер. Жайнагүл Төлеміс, Мұрат Байгериев, Асқат Макимов, Қазақстан телеарнасы, Франция, Парижден.